47 миллион теңге тапқан, миллион жарым, 5 миллион шығамыз. Осы жолы біз әдейі ақша таппаған шығар. Негізі бизнеске адам ойын ретінде қарау керек. Минус 1,5 миллионнан 3 миллионға шыққан ғой. Бизнесте жан-жақтан соққылар келеді, қысымдар келеді. Армысыздар, бүгін бізде ерекше қонақ, ерекше кейс. Негізінде көп адам тек қана ақша тапқан кейстер шығарса, біз бүгін ақша таппаған кейсті шығаруды жөн көрдік. Негізінде любой курстың мақсаты просто ақша тапқызу емес, бұл адамның өміріне белгілі бір деңгейде өзгеріс енгізу, адамның өзіне өзгеруге мүмкіндік беру. Бізде бүгін қонақта Райбек мырза, бізде онлайн продюсер курсын оқыған, курс барысында вообще ақша таппады негізі. Жоқ. Ақша таппадыңыз. Басты сұрақ, көп адамдар сұрақ болады, курста егер ақша таппаса, онда оқудың қандай мақсаты бар деген сияқты. Мысалға мен курсқа жазылған себебім бірінші ортаны ауыстыру керек болды, ең бірінші. Одан кейінгі нәрсе кішкене болса да бизнестің ішкі кухнясын сезініп, атмосферасын сезініп, жай былай болса да бастап көру еді да менде. Жалпы өзіңіз сұрайынызшы, жасыңыз қаншада, немен айналысасыз, отбасы бар ма, жоқ па, қай жақтыкісіз? Негізі өзім 26-тан, жасым 26-та, отбасым бар, бір балам бар. Өзі Шымкентте тұрам, Шыбарсу деген ауылды округте тұрам қазір. Негізі бұлай медицина саласының маманымын. Осы продюсерлікке келмес бұрын сол медицинада істедім. Осыдан не алдында, бір ай алдында мысалға уже бизнестен полностью ақша таппағаннан кейін құрсушы дедім да қайттан сол өзім бұрынғы жұмысыма, ковидтің несіне кірдім, өз жұмысқа сол жерде медбрат болып кіріп істеп. Істеп көрдіңіз, сіздікі емес екенін түсіндіңіз болды. Мен істей алмайтынын түсіндім да, тұрақты жұмысты менікі емес екенін түсіндім. Кейін қайттан кірдім да, қайттан курсты қайталап қарап, осы курспен өзімнің нишамды сол кезде анықтадым. Негізгі нәрсе бұл жерде әр курсты бір қарағаннан кейін, оны қайталап қарағаннан кейін басқаша түсінемін да мен. Оны басқаша түсінесің. Одан кейін мен товарный бизнестен уже осы курсты инфобизнесте марафондардың, воронкалардың бәрін не только инфобизнесте, товарныйда қолдануға болатынын уже. Товарныйға ауыстырдым, мышлениені товарныйға ауыстырған кезде уже товарныйдың несін сөйлеп жатырсыз да сіз. Инфобизнесті айтып жатырсыз. Сосын полный бонус сабағыңыздың бәрін қарадым. Интернет маркетингті толық меңгеру керек екенін түсіндім да. И өзіме наставник алдым енді ауылдан. Қалада өзімізде Сафар деген кісі бар. Сонымен қазір жұмыс жасап жатырмын товарныйда. Ең негізі бұл жерде ожидание болмау керек. Курсты оқысам, бәлем миллион теңге тауып кетемін деп ше. Негізі бизнеске адам ойын ретінде қарау керек негізі. Комбинация бұл жерде ойын, мысалға боксқа шыққан кезде де, рингке шыққанда мен осы жерден бірінші орын или нені алып кетемін деп шықпайсың, бірақ ол жерде қалай сен соққыға төтеп беремін деп шығасың. Бизнесте жан-жақтан соққылар келеді, қысымдар келеді, соларға төтеп беру, және де неған кезде соған төтеп беру жолын үйрену үшін ғана келу керек деп ойлаймын негізі бизнеске. Мен соны түсіндім да, ол жайлап осыны. Хорошо, бізде оқыдыңыз екен, ақша таппадыңыз. Бірақ осы курс сізге қандай да бір пайдасын әсерін берді ме? Пайдасы басындағы сабақ, сіздердің мышленияға қатысты сабақтар көп пайдасын тигізді. Өзім біраз депрессиялық бір не болады ғой, кіресің ғой, бәрінде болады, өтірік айтпай қойын. Менде де болды. Курстан кейін ақша таппағаннан кейін уже курс неді. Одан кейін 3-4 айдан кейін қайтып қарадым енді. Ол арада енді кітап оқып жүрдім, оқыдым, білім жинап жүрдім енді өзім. Кітаптарым бар, көбіне сөйтіп қарап жүрдім да. Қараңыз, сізде мысалға онлайн продюсер курсынан дейінгі Райбек пен кейінгі Райбектің айырмашылығы бар ма, жоқ па? Бар. Қандай айырмашылығы бар? Аспан мен жер. Қандай айырмашылығы бар? Ол кезде мен ең алғашқы курсқа келген кезде, шынымды айтқанда, грубо айтқанда, тупой сұрақтар қоятын мен нелерге ше. Болмайтын сұрақтар қоятын. Қалай болады, қандай болады. Кейін барып ойлаған кезде қандай сұрақ қоясың? Жүйелі сұрақ қойсаң, жүйелі жауап аласың. Жүйелі бизнес құрсаң, жүйелі бизнес істейсің да, жүйелі нормально ақша табасың. Барлық нәрсеге өзі системна бір не керек екенін түсіндім. Инфобизнесте бұл сіздің қазіргі оқытып жатқан курсыңыз бұл кіріспе ғой енді. Бұл жерде сіз тек істеуге беретін комбинацияларды бересіз. Бизнесте бұлай не қылсаң, бұлай қорғанасың деген комбинацияны ғана бересіз, бірақ сіз істейтін адамға, оны істейтін адамға сіз оны істете алмайсыз ғой мысалға ше.
Әліш қара, қазір интернет-маркетолог, сайтолог, таргетолог, SMM мамандарына, копирайтерларға, дизайнерларға, сатушыларға или менеджерлердің барына жаңа мықты темам бар. Ол онлайн продюсерлік. Просто өзінің білімін немесе басқа адамның білімін алып, упаковать етіп, курсап, нарыққа шығарады. Ол жерде керек негізгі екі инструмент бар. Біріншісі барлық қалайтын және сатып алу үшін кезекке тұратындай курс жасай алу. Екіншісі оны сатудың негізгі техникалары, там прогрев, вебинар деген сияқты. И осы инструменттардың барлығын мен 2 сағаттық мастер-класс тегін беремін. Ол үшін просто төмендегі сілтемеге өтіп тіркелесіз, 2 сағаттық мастер-класста мен сізге осының барлығын айтып беремін. Қандай курс жасау керек, оны қалай мықты сұранысқа ие болатындай істеуге болады, оны қалай сату керек, барлық схемалардың барлығын аласыздар. Дәл қазір сілтемеге өт, мастер-классқа тіркел и сол жерде жолыққанша. Нақты формулалар беріледі, нені қалай істеу керек екенін. Пайдаланбау өз еркіңде. Қалай пайдаланатыныңа солай байланысты. Біз негізі кейсқа көбінесе ақша қаншамыз? 70 миллион теңге тапқан, 47 миллион теңге тапқан, миллион, миллион жарым, 5 мың теңге шығамыз. Осы жолы біз әдейі ақша таппағанымыз шығардық, потому что ақша таппасаң да ол жақтан алатын басқа да құндылықтар көп та. Соны түсіндіру үшін. И көп адамдар жаңағындай дұрыс айттыңыз. Және болады деп. Негізі курстан емес, Құдайдан күтесің ғой негізінде. Құдайдан күтесің, курс ол саған белгілі бір А нүктесінен Б нүктесіне баратын жол көрсетеді. Сен қазір оңға бұрылсаң, аяқта яма бар, солға бұрылсаң жүретін жол бар деген сияқты ше. Сіз сол дорожный картаны алдыңыз ба, алмадыңыз ба? Қайта қарағаннан кейін алдым. Сіздің бір сөзіңіз бар. Оны бонус сабақтарда қараса түсінеді адамдар. Әрекет менен берекет Алладан деген сөзіңіз бар ғой, сол жестко өтті сол. Ары қарай енді не жоспар, не істейін деп жатсыз? Ары қарай бұйырса Шымкенттен товарный бизнестен жақсылап мыналардың бәрін қолданып, жақсылап. Негізінде бізде білесіз ба, товарный бизнеста жігіт бар, бір жігіт инфо онлайн процесті оқығанда прогревпен неоновый лампа сатқан. 1 миллион 600 мыңға сатқан ғой жұмыс. Ол жігітпен біздер тауға бірге шыққанбыз негізі ол жігітпен. Ол то есть инструменттардың бәрін тек қана инфобизнесқа емес, товаркада қолдануға болады да. Әдемілеп қолдансаңыз, мощный сатуға болады, күштеп тұр. Оны білмей алып кейін барып түсіндім да, уже ана бір кітаптарды оқығаннан кейін уже сондай нәрселерді комбинациялар тек қана бір жабысып қалған инфобизнеске ғана қолдану керек деген қағида жоқ екен да. Тоқтамаңыз, шаба беріңіз. Мен енді ең маңызды екі сұрақ қалды. Біріншісі, жалпы осы бізде оқығанның кездегі түсінген ең үлкен үш өзгеріс дейміз ба, инсайт дейміз ба өзіңіздегі? Бұл жерде мен ең бірінші алған нәрсем жауапкершілікті өзіңе алып, сол жауапкершілікті алғаннан бастап инструмент өзі ары қарай жұмыс істей бересіз, әрекет жасасаңыз болды. Біріншісі жауапкершілікті өзің алу. Екіншісі негізі орта и наставник алу керек. Ең бірінші нәрсе наставник алу керек. Ұстаз болу керек дейсіз, ұстаз болу керек. Өйткені сіз ұстаз болмаса қағылып, соғылып, айтып бетпен жететін шығарсыз, бірақ ұстаз болған дұрыс деп ойлаймын негізі өзім. Үшіншісі қандай деп ойлайсыз? Үшіншісі кез келген нәрсе адамдар арқылы келеді. Ол қалай оны ашып айтыңызшы? Қалай адамдар арқылы келеді? Қазір былай қараңыз, бүйтіп қалады. Көрген адамдар ойлап қалады қазір. Менің айналамда адамдар бар, солар қазір маған ақша кепіреді деп ойлап қалады. Жоқ, ол былай деп ойлаймын. Негізі олар да дұрыс шығар, бірақ бір жағы мен сіз бір адамға не бере аласыз, сол арқылы сол адамнан қайтады да, мысалы. Алмасу комбинациясы бұл соны түсіндім да, жестко жұмыс жасайды да. Мысалға сіз өзіңізге біреуге бір нәрсе бере алатын болған кезде ғана одан екі есе нәрсе қайталады да. Бізде курста берген алмасу заңдылығы, сосын гиперкомпенсация осыған байланысты ғой негізі. Бізге айтайын, бізде Асылбек деген жігіт бар. Именно осы екі заңдылықпен, яғни адамдар арқылы келетінін түсінген ғой енді ол. Түсінгенде алмасу заңдылығы мен гиперкомпенсация заңдылығын қолданып отыр. -1,5 миллионнан 3 миллионға шыққан ғой. Мен әрекет, жаңағындай инструментариум, басқалардың бәрі автоматтан болып кетті дейді да. Мен просто адамдармен қарым-қатынас кезінде оларға көбірек беруге тырыстым дейді да. Көбірек пайдалы болуға тырыстым. Мен коммуникация жақсы болған сайын, артығымен алмасқан сайын, маған оның қайтарымы нереально көп кетті. Мен өзім мысалға курсқа энергияны неған кезде, берген қараған кезде, ол жерден мен бір нәрсе аламын да, мен сол нәрсе туралы ютубтан қараған кезде ол жерден бір идея келеді да. Именно қазір сіздің осы позицияңыз, осы жағдайыңыз, халіңіз қазірше курстан не қылып жатырмын. Өте маған таныс та, потому что бір кездері мен бизнесқа үлкен ақша келмей тұрып, тура сіз сияқты болғанмын ғой. Mesela идея көп іздеген, курстарды қарағам, өзі нақты ақша таппаған, бірақ курстарын оқыған сайын менде іште өзгерістер
бірте өзгерістер. Сенімділік ала Иә. бастаймын да өзіме ше, сенімділікпен тойдырып жатырмын да қазір. Әлемге деген көзқарасым өзгерген, жаңағыдай адамдармен қарым өзгерген. И сөйтіп өзгеріп келіп бір күні сонау 9 курс, 10 курс и соңында бір кезде біреуді атқан кезде прям андай 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллионға бірақ шығасың да. И мен сенемін сізге Райбек мырза, шынымен андай қазіргі әр алған біліміңізде, кітап болсын, курс болсын, құндылығын түсініп, ақша таппасаңыз да, но при этом ішінен керекті өзіңізге білімді алып, инсайтты алып, өзіңізді тұлға ретінде дамытып, өсіп жатқаныңызды бір күні гүл өсіп жарады ғой. Сол сияқты жағатыныңызға сенемін. Алла берекетін берсін, өте қуаныштымын. Мен сізбен таныс болғаныма, бізде оқығаныңызға, ақша таппасаңыз да, но при этом іштей өзгеріс болғанына өте қатты қуаныштымын. Алла берекетін берсін. Бүгін келіп бізге қонақ болып, шынайы кері байланысыңызбен бөліскен үшін рахмет. Қонақта болған Райбек мырза бізде 2 айлық онлайн профессор курсын оқып ақша таппаған, но при этом жаңа білім алған, ішіндегі трансформация болған, көп құнды инсайттар алған. Бірақ марафондан таптым. Марафондан таптыңыз. Құтты болсын, Алла берекетін болсын. Рахмет сізге. Қуаныштымын.